Қайырлы күн, сіздермен бүгін осындай мерекелік сникерс пирогын пісіреміз. Кез келген мерекеге, жаңа жыл болсын, туған күн болсын пісірсеңіздер, осындай идеальный пирог шығады. Қонақтарыңыздың да, өздеріңіздің де көңілдеріңізден шығады. Бізге не керек? Ең алдымен осы көріп тұрған заттарыңыз: ұн, сахарная пудра, сары май, жұмыртқа, какао, разрыхлитель, варенка, орех және шоколад және шұңғыл ыдыс керек. Ең алдымен қамырды дайындап аламыз. Ол үшін майды ертеміз, ұнды шұңғыл ыдысқа салып, какаоны қосамыз, разрыхлительді қосамыз, яғни байқағандарыңыздай құрғақ нәрселерді қосып аламыз. Сахарная пудраны қосамыз және бір қалыпты етіп араластырамыз. Тура осы менің рецептім бойынша жасасаңыздар, идеальный пирог шығады. Ал енді осы құрғақ ингредиенттерді араластырғаннан кейін жұмыртқа мен сары майды қосамыз. Міне бірінші сары май, одан кейін жұмыртқа. Енді екеуін бір қалыпты етіп араластыру арқылы қамырды илейміз. Міне осындай қамыр шығады. Холодильникке бір жарты сағатқа қойып алыңыздар. Содан кейін арнайы ыдысқа осы қамырды бір қалыпты етіп жасаймыз, саламыз. Міне қараңыздар, тура творожной чизкейктегі сияқты шеті көтеріліп тұру керек. Ортасына біз салмасын саламыз. Салмасына орехті кішкене бөліп аламыз. Қатты майдалаудың қажеті жоқ. Орехтердің аралары ашылса болғаны. Арахис дайын, достар, қатты езілген жоқ. Міне кішкене ғана. Енді жаңағы қамырдан жасаған қалыптың үстіне арахисті саламыз. Бетіне үй температурасында еріген варенканы түгел жағып шығамыз. Жетпеген жерлеріне қасықтың көмегімен жағыңыздар. Және де пирогтың диаметрі 22, көлемі 22 сантиметр болады. Ал енді дайын пирогты духовкаға салайық. Глазур дайындаймыз. Май немесе сүтке шоколадты қосып ертіп аламыз. Міне. Ал енді піскен пирогты духовкадан аламыз. Кішкене салқындатып алғаннан кейін бір қалыпты етіп, түгел глазурды осы пирогқа жағып шығамыз. Жарты бір сағаттай холодильникте суық жерде пирогты салқындатып аламыз. Міне достар, пирог тура осындай болып шығады. Өте дәмді. Ал енді бірге дәмін көрейік. Міне. Достар, жасап көріңіздер. Каналыма жазылуды, лайк басуды, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар.